Құрметті тыңдаушылар, сөз мағынасын терең түсіну мақсатында біз бүгін сіздермен мата атауларымен танысамыз. Жібек, беті тегіс, жылтыр, қымбат мата. Жібек құртынан өндіріліп, тоқыма мата өнеркәсібінде пайдаланылатын табиғи талшық. Өндірістік жібек негізінен тұт ағашының қолдан өсірілетін құртынан және жабайы емен құртынан алынады. Асыранды жібек құрты барлық жібектің 90%-ын береді. Көп еңбек қажет ететіндіктен жібек матасы ең қымбат саналады. Мақпал. Тығыз тоқылған, жұмсақ, түкті барқыттың бір түрі. Мақпалдың 3 түрі бар. Қара мақпал, қара барқыт. Қой мақпал, түкті пүліш. Қырмызы мақпал, қызыл күрең барқыт деп аталады. Қазақтар мақпал